Сәлем достар, сіздермен бірге мен Назым. Бүгін сіздерге кешкі тамаққа өте сочный курица на духовке жасап көрсететін боламын. Яғни бізге керек тауықтың аяқтары, тауық аяқтары керек, картошка керек, сәбіз және болгар бұрышы, пияз қажет болады. Алдымен біз тауық аяқтарын жақсылап жуып аламыз және де барлығын қазір маринадтайтын боламыз. Ең алдымен біз картопты, яғни көкөністердің барлығын турап алатын боламыз. Және де айта кететін жайт, мен бұл жерде маггиді пайдаланатын боламын. Яғни мінеке осындай маггиді пайдаланамын, бірақ бұның мен приправасын ғана пайдаланамын, ал бірақ пакетигін пайдаланбайтын боламын. Өйткені менің жасайтын порциям үлкен болғандықтан, көп адамға жасағандықтан, мен пакетке емес, духовканың ыдысының өзіне жасаймын. Ал сіздер қалауыңыз бойынша пакетке салып пісірсеңіздер де болады. Негізі маггидің түрі көп, мен паприкой, яғни паприкамен қолдандым. Және де осындай майонезді алып, бірге приправамен араластырып маринад жасайтын боламыз. Тақтайымызды алып, пышағымызды дайындап, картоптарымызды кесіп шығатын боламыз. Неге картопты, барлық көкөністерді жақсылап солонка ретінде, яғни чипсиға турағандай етіп турап алатын боламыз. Негізі өз қалауларыңызша, негізі осылай тураған піскенге ыңғайлы, тез піседі, әрі жұмсақ болады. Бірақ қатты жұқа қылып жібермеңіздер, ол кезде как чипсы сияқты болып қалады. Мінеке барлық көкөністерді осылай бір ыдысқа жинап саламыз, үстіне приправамызды қосамыз және де майонезімізді қосып бірге араластыратын боламыз. Мінеке осылай майонезімізді қосып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Қасықпен, қолмен араластырсаңыздар болады. Қалай ыңғайлы, солай жасауға болады. Енді тауық аяқтарымызды алып, үстіне приправамызды қосып, майонезімізді қосып, бұны да жақсылап араластырамыз. Видеода мен үлкен ыдысқа аудардым, өйткені араластыруға ыңғайлы болу үшін. Осылай жақсылап майонезі сіңгенше араластыратын боламыз. Үстіне тұз қосамыз, бұрыш қосамыз. Бағанағы көкөністерімізді салып бірге жақсылап араластыратын боламыз. Осылай ыдысты жақсылап майлап алатын боламыз. Үстіне картошкаларымызды барлығын жеткізетіндей етіп қойып шығамыз. Барлық шетіне жабатындай етіп. Үстіне тауық аяқтарын қоямыз. Барлық түбінде қалған соустарды құйып жіберетін боламыз. Мінеке біздің өте сочный духовкада піскен тауық аяқтарымыз дайын болды. Ас болсын!